Армысыздар, эфирде қала жаңалықтары күн-бүгін ақпараттар топтамасымен студияда Ботагөз Бақытжанқызы. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының сайлаудағы жеңісі біздің ортақ жеңісіміз дейді Көкшетау медициналық колледжінің ұжымы. Бүгін партияның өкілдері аталмыш білім ошағында өз жақтастарымен кездесу өткізді. 15 қаңтарда өткен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы үлкен саяси оқиға болды. Оған Ақмола облысының тұрғындары да қатысып, өз таңдауын жасады. Бұл маңызды шарадан Көкшетау медициналық колледжінің ұжымы тыс қалған жоқ. Бүгін енді біз колледждің ұжымын үлкен жеңіспен құттықтайын деп едік. 15 осы қаңтарда Нұр Отан халық демократия партиясы үлкен жеңіске жетті. Сол үшін енді осы ұжымдағы Нұр Отандықтарды құттықтаймыз деп сол мәселемен келдік. Еліміз үшін айтулы саяси додада Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы 80% дауыс жинады. Болашақ медицина қызметкерлерін дайындайтын аталмыш білім ордасы Нұр Отандықтардың Қазақстан мемлекетінің көркеюіне қосқан үлесі зор дейді. Алдағы уақытта да ол халықтың мүддесін қолдайтынына сенім білдірді. Өз таңдауын жасаған денсаулық саласының мамандары партияның әділ жеңіске жеткендігін айтты. Бұл сайлау барысында халық демократиялық партиясы Нұр Отанның жеңіске жеткенін айқын болды. 80% сайлаушылардың дауысын осы партия иемденді. Мен барлық Қазақстандағы сайлауға қатысқан азаматтарды осы жеңіспен құттықтағым келеді. 80% жеңіске жеткен бұл партияның ең негізгісі халықтың қолдауы деген ойдамын. Жиын барысында партияның қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары колледж директоры Светлана Мұратбекованы қалалық мәслихат депутаттығына өтуімен құттықтады. Ал Нұр Отан партиясы ел игілігі үшін әлі де талай жұмыстар атқарады делінді кездесуде. Саяси додада белсенділік танытқан колледж қызметкерлері мен студенттерге партияның сайлауалды штабы төрағасының алғыс хаты ұсынылды. Әсел Досболқызы, Василий Верешников, ақпараттар қызметі.